Солтүстік Қазақстанда мәслихаттар депутаттығына 700-ге тарта үміткер тіркеліп отыр. Оның ішінде 5 саяси партия өкілдері бар. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Асқар Сақыпкереев журналистері қауымына наурыз айында өтетін сайлауға дайындық жайын баяндады. Биылғы жылы үміткерлердің жас шамасы төмендеп 43 жасты құрап отыр. Депутат креслосына үміткерлердің 70% жоғарғы білімді, ал олардың 33% нәзік жандылар. Сонымен қатар Асқар Сақыпкереев сайлауда 900-ға тарта комиссия жұмыс жасайтынын атап өтті. Проведение выборов задействовано 929 избирательных комиссий. Из них 15 территориальных. Сайлауды өткізуге 920 сайлау комиссиясы жұмылдырылды. Оның ішінде 15 аумақтық, 217 округтық, 697 учаскелік сайлау комиссиялары. Сайлау комиссиясында барлығы 6503 адам қызмет атқарады. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Асқар Сақыпкереевтің сөзінше, комиссия мүшелерінің кәсіби деңгейіне аса назар аударылып отыр. С учетом того, что в 2014 году составы комиссии у нас 2014 жылғы өзгерістерге сай округтық сайлау комиссиялары алғашқы рет сайлауға қатысып жатыр. Аумақтық сайлау комиссиясы 56 семинар кеңес өткізді. Әлі 72 жиын өткізу жоспарда бар. Үміткерлерді тіркеу 19 ақпанға дейін жүргізіледі. 20 ақпан үгіт-насихат жұмыстары басталады. Сайлауға дайындық жұмыстары барысында өңірімізде шетелдік бақылаушылар да жұмыс істейтін болады.